Қайырлы күн, менің атым Диас Маратұлы, мен Urban Forum Қазақстан қоғамдық қорында жұмыс істеймін. Бүгін біз қала мәселелері туралы сөйлесеміз. Қаладағы инфрақұрылым, тұрғын үй мәселелері және тағы да басқа да бәрімізге қызықты заттар туралы. Соңғы жылдары шынымен біз Алматыдағы көптеген қала ішіндегі конфликттерді көріп отырмыз. Біздің қаламыз дамып жатыр және сол себепті осы даму кезіндегі көптеген проблемаларға көз жетіп отырмыз. Мысалы, үй тұрғын мәселесі, мысалы транспорт мәселесі, жол қауіпсіздігі мәселесі және қазір бәрі шулап жатқан үй жалғау мәселесі де қиын болып тұр. Сонымен қоса, біз осы проблемаларды біздің қаламызда өкінішке орай әрқашан дұрыс шешеді деп айта алмаймыз. Мысалы, инфрақұрылым мәселесі. Қазіргі кезде біздің қаламыз кептелісте өте қиналып жүргенін көріп тұрмыз. Сонымен қоса, жол қауіпсіздігі мәселесі де қиын жағдайға келіп тұр. Оның себебі не? Біріншіден, әрине бізге Алматы қазіргі кезде үлкен қала, яғни жай адам көп тұратын ауыл емес деп түсінуіміз маңызды. Ал қаламен мысалы өңкей жер үйден тұратын ауылды аймақтардың айырмашылығы неде? Біріншіден, ол тығыздық. Яғни мысалы осы біздің қаланың ішіндегі мысалы транспорт мәселесін айтатын болсақ, транспорт мәселесін ауылдағыдай мысалы бәрі өзі жеке көлігімен, жер үлкен, сондай жолдармен шешуге мүмкін емес. Сол себептен біздің қаламызда транспорт мәселелерін қоғамдық көлікті дамытумен, велоинфрақұрылымды дамытумен және тағы да басқа заманауи шешімдер арқылы шешуіміз қажет. Соңғы жылдары біз Алматы қаласындағы тұрғын үй нарығында шынымен өте үлкен өзгерістерді көріп отырмыз. Ол бастапқыда егер үйлердің бағасы қымбаттай бастаса, қазір жалған мәселесі де өте қатты қымбаттап кетті. Ол туралы айтатын болсақ, қазіргі кезде объективті факторлар да бар. Біріншіден, бізге көшіп келіп жатқан көптеген басқа елдерден мигранттар. Сонымен қоса, студенттардың саны да көбейіп жатыр. Және келешекте студенттардың саны тек көбірек болады. 2000 жылдардың басынан бастап біздегі туу көрсеткіші өте үлкейіп жатыр. Мысалы, осы биыл мектеп санын бітіргендердің саны 70 мыңдай болса бүкіл Қазақстан бойынша, ал бірінші сыныпқа барғандардың саны 400 мыңнан асады. Яғни келешекте де жыл сайын студенттардың саны көбейе береді. Ал қаладағы тұрғын үй саны соншама тез үлкейіп жатқан жоқ. Бұл проблеманы біз мысалы мектептерден де көре аламыз. Қазіргі кезде кейбір мектептерде тіпті U класы да бар. Біздің мектептеріміз толып жатыр. Жалпы инфрақұрылым мәселесі өте қиын болып тұр қазір. Қазіргі кезде жалға алушылардың құқықтары дұрыс сақталмаған. Және бұны шешу үшін бізге әрине велосипед құрастыру қажет емес. Біз көптеген елдерде орын алған шешімдерді өзімізге де енгізе аламыз. Мысалы, алдында айтып кеткен құрылыс мәселесі. Қазіргі кезде құрылыс компаниялары тек жай үй салып және пәтерлерді сатып, тек қана сол туралы ғана ойлап жүр. Ал алайда мысалы кейбір Еуропа елдерін алатын болсақ, ол жерде әр құрылыс компаниясы оған қала мысалы инфрақұрылым өткізген үшін, ол кейбір пәтерлердің санын мысалы мемлекеттік бағдарламамен жалға беруге міндеттеледі. Және әрине коммерциялық жалға беру нарығындағы жалға берушілердің де тұрғындардың да құқықтарын сақтайтын механизмдер ұйымдастыру қажет. Қазіргі кездегі заң базасы керемет болмаса да, өз құқықтарыңызды қорғаудан қорықпаңыздар. Мысалы, келісімшартта жазылған жағдайларды ұстануыңызға болады. Көбінесе мысалы үй бағасын жылына бір реттен көп көтеруге болмайды. Сонымен қоса заңгерлерге барып консультация алсаңыздар болады. Пәтерлердің бағасы өсе ме, өспейді ме деп айтуға маған қиын, себебі мен қазір экономист емес, риэлтор емес, мен сізге урбанист ретінде өз ойымды айтып тұрмын. Алайда егер біздің қаламызда осылай айтқандай халық саны үлкейе беретін болса, алайда ешқандай жалғау нарығы, ешқандай заңды жағдайға келтірмейтін болса, онда әрине үйдің бағасы үлкеюі мүмкін. Ал соңында айтатыным, өздеріңнің проблемаларыңды, өздеріңе қатысты сұрақтарды қорғаудан қорықпаңдар. Бірігіп, бұл туралы айтып, және жалпы шешімдерін іздеп табуға болады. Және үйде жатпаңыздар.